Сәлем достар, бүгін сіздермен дораяки деп аталатын японский панкейкінің рецептімен бөлісетін боламын. Егер видео ұнаса, соңына дейін қараңыз. Бізге керек ингредиенттер: 2 жұмыртқа, ұн, шекер, қосқыш және де су. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқамызды салып, үстіне қант саламыз, жақсылап меншікпен араластырамыз. Енді ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сосын қосқышымызды салып, соңында 10 грамм суды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Біздің қамырымыз дайын. Қамырдың бетін жауып қоюымыз қажет. Шамамен 10 минутта тұрады. 10 минуттан соң қамыр өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Енді қызып тұрған табада ешқандай майсыз пісіріп аламыз. Біздің таба орташа төменгі отта тұру қажет. Осылай екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Панкейктердің ортасына шоколад немесе варенье қосуға болады. Менде бар сгущенка. Соны жағып, жанын қысып шығамыз. Міне бізде осындай керемет дораяки дайын болды. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Бір жасағаннан шықты.